Сәлем достар, бүгін сіздер менен брокколидан осындай өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Жуып тазаланған брокколиді осылайша бөліктерге бөліп аламыз. Айтпақшы, маған жазылмаған болсаң, тез каналыма подписация болуды ұмытпаңыздар, себебі мен күніге жаңа рецепттермен бөлісемін. Осылайша бөліктерге бөлген брокколиімізді міндетті түрде қайнап тұрған судың үстіне салып, 1-2 минут davamında қайнатып аламыз, және де тұз салуды ұмытпаймыз. Брокколиді салып болып, кейін қайнатпаңыздар, бірден қайнап тұрған судың үстіне салып, тек 1-2 минут қана қайнатыңыздар. Осылайша қайнап шыққан брокколиімізді басқа ыдысымызға сүзіп аламыз, және де суытуға алып қоямыз. Сол арада салатымыздың басқа да заттарын дайындаймыз. Бұл салатқа сіз өзіңіз қалаған түрдегі заттардан сала берсеңіз болады. Мен бұл жерде брокколи, қияр, болгарский және де зелень чесноктан пайдаландым. Сіз өзіңіздің қалауыңызша помидор қоссаңыздар да болады. Қиярымызды, укропымызды осылайша турап аламыз. Бұл жерде салат менде 1 порциялық, соның үшін мен болгарскийдің жарты бөлегін салдым. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша заттарды көбейтіп азайтсаңыздар болады. Енді салатымыздың ең маңызды жеріне келдік. Бұл болгарскийімізді осылайша қызып тұрған сұйық майда қызартып қуырып алуымыз керек. Болгарский жайлап қызарып пісе бастағанда осылай чесногымызды саламыз, және де чеснок салғанымыздан кейін қуыруды көп давам етпеуіміз керек. Тез астын өшіруге тырысыңыздар. Қияр, зелень, брокколи және де тұзымызды, приправалардан менде бұл жерде қызыл бұрыш және де қара бұрыш қана, қызыл бұрыштың тәтті бұрышы және де қызып тұрған болгарскийімізді салып, үстінен міндетті түрде лимонның соғын сығамыз. Соевый соус, уксус, әртүрлі приправалардың қосудың қажеті жоқ. Осылай естественный дәмі өте керемет шығады. Сіз бұл жерде өзіңіздің қалауыңыз бойынша қызыл пияз қоссаңыз да өте дәмді шығады. Бұл салатты осылайша жасап дастарханға қоятын болсаңыздар, дастарханыңыздың көркі болуына мен сенімдімін. Басқа да ауыр майонезді етті салаттардың қасында бұл жеңіл әдемі салат болып тұрады, және де бұның ішінде жасыл түсте, сары түсте, қызыл түсте бар. Сондықтан сіздің дастарханыңыздың көркі болады. Дәмі енді болса, просто супер. Міндетті түрде дайындап көреміз, және де маған лайк, комментария басуды ұмытпаймыз.